Сонымен шығарманы талдау барысында керек болатын өте маңызды детальдарды еске түсіру үшін біз мына Бовари ханымды осымен үшінші мәрте бас алмай мұқият оқып шықтым. Бірінші рет оқып отқан жоқпын бұл шығарманы. Тұңғыш рет көлемі 400 беттен асып кететін үлкен қалың кітаптағы баяндалатын оқиғалармен мектеп қабырғасында танысқан едім. Біздің үйдің кітапханасы өте бай болды. Студент кезінде шетел әдебиет пәнінен емтихан тапсыруға дайындалғанда оған тағы да көз қырымды салдым. Өйткені емтихан тапсыру үшін онда көп нәрселерді, оқиғаларды білу керек, зерттеу керек. Енді міне Гюстав Флабердің шығармашылық жөнінде дәріс оқу үшін романда баяндалатын әр эпизодты қадалып зерттеп, шығарма авторының мүсіндеген әр кейіпкерінің жүріс-тұрысын, мінез-құлқын, сөйлеу мәнерін ойша саралап, жаңағы сыртқы фабуласына, шығарманың композициялық құрылымына, ғажайып көркем стиліне шұқшиып, сонымен бірге мынау ситуация жасау шеберлігімен нарратологиялық әңгімелеу тәсілін зерделеп, мына полифониялығына көп дауыстылық деп атайды, баса назар аударып, оқиғаларды ойымда көбейту кестесіндей жатталып қалған туындымен тереңірек танысқан жағдайым бар. Енді бұл реалистік прозаны дамытуға үлкен ұмтылған өркениеттілдінің бәрінде де Бовари ханым жан-жақты талқыланып, егжей-тегжейлі талданып, түсіндіріліп, ол елдерде жүздеген кітаптар мен мыңдаған мақалалар жарық көргенімен, өкінішке қарай біздің ұлттық әдебиетімізде әлі күнге дейін, күні бүгінге дейін осы романның ерекшелігін, стилін егжей-тегжейлі талдаған еңбектер жазылған жоқ. Артта қалып отырмыз бұл жағынан біз. Көзге көрініп тұрған осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында тек Францияның ғана емес, басқа елдердің де миллиондаған оқырмандарының жүрегіне жол тапқан туындығын жұмбағын іздеп, оны майын тамызып талқылаған әлем әдебиетінің мүйіз қарағай данышпандары, атап айтсақ Эмиль Золя, сондай-ақ мына Альбер Тибоде, Андре Маруа, Сомерсет Моэм, Дмитрий Мережковский, Владимир Набоковтардан бастап, жілігін шағып талдаған тағы да басқа орыстың зерттеушілері бар, мысалы үшін Грудкина, Еременко, Зенкин, Иващенко, Половинкина, Пузиков, Ризов, Теплинский, енді есіме түскендерін айтып отырмын. Міне осындай ғұламалардың еңбектерінде назардан тыс қалдырмай шолып шығуыма тура келді. Бұның көп пайдасы болды роман түсінуге. Енді міне шамамыз жеткенше, қолымыздан келгенше, енді біз де сол жұмбақты табуға әрекет етіп көрмекшіміз. Енді мына жарық көргеніне 150 жылдан асса да, әлі күнге дейін әлемнің беделді баспаларының осы кітапты, яғни Бовари ханым романын қайта-қайта шығарып, оны жұрттың, бұқараның құмартып оқи берулерінің құпиясы неде? Шынайылығы мен шыншылдығына ғана десек, менің ойымша біз қатты қателесеміз. 1000 жерден шынайы, 1100 жерден шебер болса да, Флабер әулие болса да, француз әдебиетінің алтын ғасырын жасаған, мысалы үшін, қандай ғажайып тұлғалар бар. Виктор Гюго, Проспер Мериме, Александр Дюма, Франсуа Рене де Шатабрион, Альфонс де Лемартин, Жерар де Нерваль, Шарл Надье, Альфред де Мюссе, Тефел Гетье, Альфред Гивини, ағайын Гонкурлардың прозасында ондай қасиеттер, ондай ерекшеліктер жоқ деп біздің айтуға аузымыз бармайды. Ал енді мына соңына тіпті атан түйеге жүк артатын, жүк боларлық әдеби мұра қалдырған Стендаль, Оноре де Бальзак пен
Гиде Мопассандардың том кітаптарын қайда қоямыз сонда? Мына ертегідей әдемі, ғажайып, сұлу өмірді аңсаған ұшқалақ қатынның оны өліп өшіп сүйген күйеуіне опасыздық жасап, былайша айтқан кезде тірнектеп тапқан тиын тебен көңілдестеріне шашып, ақыр соңында мына бүкіл нәзік үміті шіріген жіптей үзіліп, өзіне қол салып өлуде соншама жұрт еліріп, қызығып, құмартып, баса алмай оқитындай қызық оқиға болғаны ма? Әрине мұндайда өзіне де сол керек, сауап деп көңіл көншігендей масаттанар еді, иә? Қоғамдық моральға зиян тиіп кетуден қауіптенетін 19 ғасырдағы Францияның ақсүйектік ортасында тәрбиеленген мәдениетті оқырманы. Әрине оны түсінуге болады, олардың да сезімін түсінуге болады. Сосын әрине кітаптан алған уытты әсерінен ұзақ уақыт арыла алмай, ой теңізіне батып, шомылып, күнделікті тіршілікте істеп жүрген тәтті қылмыстары есіне түсіп, Эмманы қу нәпсісінің жемі қылған сұмырай кейіпкерлердің Бавари ханым романдағы іс-әрекетінен өзінің еш ойланбастан жасап жүрген зымиян тірлігін айнадан көргендей қуыстанып, біртүрлі көңілі жаңағы нілдей бұзылып, ызадан жарылардай бұлқан-талқан ашуланар еді сол кездегі оқырмандар. Мына француз қоғамдағы қамысқа тиген өрттей қаулаған наразылықтың себебін түсінуге болатын еді. Шындық кімге де жақпайды. Өйткені Флаберге дейін дәл осындай ащы шындықты дәл осылай шымбайға батырып айтқан суреткер болған емес. Ал мына ар-ұяттан безген қоғамның нағыз бет бейнесін айнытпай суреттеп, ғажайып баяндап, асқан шеберлікпен баяндап берген шығарманы қабылдау, түсіну, романтизм рухында тәрбиеленген жұртқа, бұқараға ауыр соққы болды дейді. Әділіне жүгінсек, сол замандағы, сол дәуірдегі романтиктер махаббатты тым асқақтатып, көкке көтеріп, аспандатып жіберсе, Флабер оны аяғынан тартып жерге түсірді. Жердегі мына тіршіліктің, жан тіршіліктің том-томдап тоқтаусыз шығып жатқан романдарда сипатталатын өмірдегіден әлде қайда күрделі, әлде қайда қиын екенін көрсетіп, бұқараны шындықтан қашпауға шақырып, ояту үшін қалқып кеткен қоғамның ұятына, намысына қамшы жүгірткендей болды. Осыған орай Хакім Абайдың 36 қара сөзінде айтқан мынандай сөздер есіңе түседі. Ол айтады: шын ұяттың адамды кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмайтындай етіп жіберетін айтылады осы сөзінде. Онда былай дейді Абай: ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы. Иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, мына сөгіс қылған қысының ат дейді Хакім Абай. Дегенмен бәріміз де адамбыз, өз иттігін іштей мойындау кім-кімге болса да ауыр, оңай емес. Ендеше пенде баласының шын ұятына қамшыдай осып түсетін ащы уәж айтылғанда, алдымен оның қасына парасатты ақыл емес, ең жақын серігі ашу-ызаның бәрінен бұрып далақтап жетіп келетіні өтірік емес, заңдылық болса керек. Бірақ ашу-ыза да тарқайды біраз уақыттан кейін. Сол кездері былыққа батқан қоғамнан да ар-ұяты жауына оянған жандар табылып, мына көркем шығармадағы шындықты мойындаушылардың қатары көбейе түседі. Міне бір сөзбен айтқанда, осылайша сөз өнеріндегі романтизм дәуірі аяқталып, Флабер оқырмандарға өмірді тым асқақтап әсірелеуден ада қатал реализмнің есігін айқара ашты. Көптеген шындықтарды айтты. Қанша қимаса да ақиқаттың ауылынан алыстап бара жатқан ертегі көңіл күйімен
көңіл күймен бұл романнан кейін қоштасуға тура келді. Флабердің әдебиетке, прозаға келуімен өмірдің қатыгез шындығы үшін өнерге жол ашылып, бұл Маруаның сөзі. Әдебиеттің жастық шағы аяқталып, есею кезеңі басталды. Енді соған да біраз тоқталайық. Бовари ханымға дейін авторлық баяндауға айрықша мән берілсе, ендігі уақытта проза ондай өктемдіктен біржол адаланды. Ендігі уақытта шығармадағы жазушы позициясы бірте-бірте әлсіреп, кейіпкердің позициясы бірінші планға, яғни алға шықты. Автордың шығармаға өз ойын тықпалау құқығы шектеліп, полифония, яғни бір шығарманың ішінде көп дауыстылықтың болуы күшейді. Өмірге өнер туындысын әкелген суреткердің емес, кейіпкердің көзімен қарау басымдық алды. Кейіпкердің көзімен бағалау басымдық алды өмірді, автордың емес. Өнер тек елдің құлағын елең еткізетін айрықша оқиғалар мен ерекше ситуацияларға ғана басара назар аудармай, мына қарапайым өмірдегі момақан тіршіліктен де бүкіл қоғамды, тіпті бүкіл халықты, тіпті бүкіл адамзатты толғандыратын трагедияның көрінісін таба білуі тиіс. Себебі суреткер Әбіш Кекілбайұлының сөзімен айтсақ, қоғам тек өңшең шідер үзген шүйіріктер мен аузымен құс түстеген сұңғылалардан түзілмейді. Ендеше осы кезге дейін қалыптасқан және үстемдік етіп келе жатқан өнерге деген дәстүрлі көзқарасты түбірімен өзгерту қажет. Бұны Флабер басып айтты. Суреткер, нағыз суреткер өз талантының құдіретіне оқушысын табындырып, эстетикалық ләззат алдырып қана қоймай, оны мына ар азабын кешкендей халге түсіре ала білген ләзім. Прозалық шығарманың мәтіндік бітімін құрайтын авторлық баяндау, ішкі монолог, суреттеу, полифония тағысасы элементтердің аражығы айқын сараланбай, баяндаушы мен кейіпкер синтезделіп, бір тұлғаға айналып кетуі қажет. Осындай ғажайып үлкен жаңалық алып келді Флабер. Кейін орыстың ұлы суреткері Чехов өзінің барлық шығармаларын бір жол ауызғы тәсілмен жазуға көшті. Ги де Мопассан үлгі алды Флаберден. 20 ғасырда ағылшын жазушысы Ричард Олдингтон қаһарманның қазасы романында бейсаналы түрде де болса, ұлттық прозамызда Бейімбет Майлин күлпаш әңгімесінде осы Флабердің әкелген жаңалығын қайта жаңғыртты десек, еш артық айтқандық емес. Яғни Флабер үлкен жаңалық алып келді әдебиетке, прозаға, жазу тәсіліне өзгертті. Өмірді барынша объективті етіп суреттеуге ұмтылған Флабердің әрине натуралистік мектепке арқа сүйегені ешкімнен жасырын емес, бұны өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл тарихтан белгілі. Дегенмен достық қарым-қатынаста болғанына қарамастан, үлкен суреткер, ірі суреткер Эмиль Золяның натуралистік мектебін аса мойындамайтын ол, өз кейіпкерінің көңіл күйін, іс-әрекетін, мінез-құлқын өзінің замандастарынан, қатарластарынан, тұрғыластарынан әлдеқайда шынайы етіп жеткізуге, суреттеуге ұмтылды. Мысал үшін шығарманың кульминациясында, соңында жаңағы шырқау шыңында десек те болады, у-шу өлетін Эмманың өлер алдындағы азап тарпасын қарап отырсаңыз, жазушы қандай медициналық дәлдікпен бүге-шүгесіне дейін, тіпті мына кәсіби дәрігердің көзімен көрген оқиғасындай етіп, егжей-тегжейлі сипаттап берген. Таңғалдырады осы нәрсе. Мына әділіне жүгінсек, француз классигіне дейін тал бойында бір міні жоқ, күш қуаты тау суындай тасыған әдемі әйелдің ажалын тап осылай суреттей алған қаламгер болған жоқ. Егер ондай қаламгер сіз айтпасаңыз, мен білмеймін өз басым. Флабер өнерде әрине натуралистерден үлгі алып, ғылыми тәсілге сүйенуді жақтап, қиял мен жорамалға қарсы шықты.
кез келген детальдің өз орнында тұрып математикалық былайша айтқан кезде дәлдікпен берілуін қалады. Кезек дүниесін жазуға отырар алдында ол жаңағы күні түні жұмыс істеп, тыным таппай еңбектеніп, өзін қызықтырған деректерді ықтият зерттеп, ұйықтамай тіпті көз майын тауысып, жүздеген томдарды шолып шығудан ерінбеді. Қайта-қайта бір детальдерді қараудан ерінбеді. Мысал үшін, Эмманың ажал алдындағы жан арпалыс суреттелетін оқиғадан біз мысал үшін ұлы қаламгердің адамның уланып өлуіне байланысты медициналық еңбектерден жан-жақты хабардар болғанын көреміз. Өйткені оның әр сәтті Баварийдің өлетін, әр минуттан кейін қалай өлетіннің бәрін керемет осы Ушкиннен кейін қалай өлетін зерттеп жатады Флабер. Нағыз суреткер үшін ұсақ түйектеген дүниенің атымен болмау керек екеніне кәміл сенген Флабер бұрын соңды ешкім жазбаған кемеліне келіп, шаршысына толған туындыны өмірге әкелуді аңсады, және сондай дүниені әкелді деп айтуға болады. Қиялындағы арманына қол жеткізу үшін шығармашылық шеберханасында ол ақтер көктерге түсіп, көп жұмыс істеп, бейнеттің ашық жеріне малшынған жаңағы үлкен сәулетші бар ғой, Микеланджелодай қиналып, кейде 3 күн қатарынан тапжылмай отырып жазғаны жарты беттен аспады. Бір бетті жазу үшін ол түні бойы кейде отырған кездері болды. Бір сөйлем табу үшін бірнеше күн ізденген кездері болды. Қағаз бетіне түсірген 1000 мәрте өңдеп, 100 рет көшіріп, күні түні мәтінді өңдеумен арпалысқан жазушы жаны бір мезетке де тыныштық таппады. Не осындай жанкештіліктің арқасында ғана ұлы романдар дүниеге келеді. Жарық дүниеге іңгәлап келген сәбиге ананың сүті қалай керек болса, өмірдің есігін ашқан, ендігін ашқан реалистік өнерге де эстетикалық көзқарастың ауадай қажет екенін Флабер өте жақсы түсініп, сезді, білді. Сондықтан да көп нәрсеге басқаша қарап, өзіне дейінгі реалист жазушылардың туындыларында болған автордың тақырыпқа қатысты көзқарасын білдіретін сондай нәрселер бар ғой, портреттік мінездеме, әсірелеу сияқты тәсілдерінен мүлде бас тартты. Түбегейлі олар ондай тәсілге қолданған жоқ. Француз прозасында бұрын соңды болмаған көркемдік жаңалықтар әкелді. Мына реалистік сипаттаудың тап осындай тәсілін жазушыдан шын мағынасында жаңа дәуірдің сұранысы талап етті. Бұл өте заңдылық еді. Әрине, мына Флабердің шығармасында да өнердегі сипатталатын орта сол баяғы буржуазиялық қоғам болып қалғанмен, оны суреттеудің, баяндаудың, көрсетудің басқа әдістері, тәсілдері, сан алуан тәсілдер дүниеге келді. Мына зұлымдық пен ізгіліктің күресі, әділеттік іздеп қылыштасқан жекпе-жектер бейнеленетін Шекспирдің драмалары. Сонымен бірге мына ғажайып француздың ұлы классигі Бальзактың адамдық комедиясындағы қорқынышты кейіпкерлері, үрейін ұшыратын романдары, Стендаль, Мериме, Гёте мен Диккенстің биік армандарға жетелеп, шақырып, жүрек құлын шертіп, сезімнің шабақтайтын ғажайып романтикалық туындылары әдебиеттегі, прозадағы Флабер алып келген жаңа бағытқа өзінің жолын берді десек болады. Үлкен жаңалық келді Флабермен бірге. Ой еңбегі туындысының тап осындай кемелдіктің заңғаршығына көтерілгені шындығында да таңғалдырмай қоймайды. Рас, бір қарап отырсаң қалай таңданбайсың? Оқиғасы қарапайым, романдағы сюжеттер сондай өте жақсы ойластырылған, бүге-шігесіне дейін керемет ойластырылған, әр детальға шейін керемет ойластырған. Автор суреттеп отырған ортаны өте жақсы біледі. Керемет жан-жақты зерттеген. Бір ауыз артық сөз жоқ кетпектей романдағы бір детальді орнынан мысал үшін қозғай алмайсың. Қозғау мүмкін емес. Өйткені сондай шеберлікпен жазған Флабер өз Баварий ханым романын. Сыншылар шығарманың стилінен иненің жасындай,
тіпті қылдай мін таба алмай қиналған мұндай оқиға Франция әдебиетінің тарихында бұрын соңды болған емес. Бұл шындығында да бір үлкен құбылыс әдебиеттегі.